Сәлем, құрметті тыңдармандар. Сіздермен бірге тікелей эфирде өтетін ай сайынғы журналдық буматты хабарландыру айдары. Бүгін біз сіздерге арнайы кітапханаға келіп түскен мемлекеттік тілдегі журналдарға шолу жасаймыз. Мәдениет ай сайынғы шығатын республикалық мәдени сараптамалық журналы. 2024 жылдың мамыр айындағы номер 5 журналының мазмұны. Тортай Үсен, Ғұлама Ғаныш, 2 бет. Астанадағы әсем кеш, 4 бет. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау маңызды іс, 14 бет. Ерекше опера мейрамы, 25 бет. Роза Нишимбаева, орта ғасыр өркениеті, Түркістан, 40 бет. Республикадағы топ жарған бозбала, Оразалы Жақсанов, 61 беттерден оқи аласыздар. Ақиқат ұлттық қоғамдық саяси журналы, 2024 жылдың мамыр айындағы номер 5 журналы. Нұрболат Нишанбаев, Алматы келіссөзі, қазақ дипломатиясының кезекті белесі, 2 бет. Дина Иманбай, кітап реставрациясы, тәжірибесі мен қолданысы, 16 бет. Қастер Сарқытқан, Қазақстан мен Қытай, білім мен мәдени байланыстар көкжиегі, 22 бет. Лаура Дәуренбекова, құндылығын жоймаған кітап, 98 бет. Ақын Ордабайұлы, тәжірибе алмасу, біліктілік негізі, 115 беттерден оқи аласыздар. Дефектология, республикалық ғылыми әдістемелік педагогикалық психологиялық журнал. 2024 жылдың мамыр айындағы номер 5 журналдың мазмұны. Дефектологтың жұмысының маңыздылығы, 2 бет. Арнайы мектепте кәсіптік бағдар беру, 4 бет. Есту қабілеті төмен, балалардың сөйлеу тілін қалыптастыру, 18 бет. Көру қабілеті бұзылған, балаларға химия пәнін оқытуда заманауи технологияларды қолдану, 35 беттерден оқи аласыздар. Құрметті оқырмандар, осымен біздің тікелей эфиріміз аяқталды. Біздің арнайы кітапханамызға келіп, газет журналдар оқуға кеңес береміз. Келесі кездескенше.